Чили бұрышын көп жеп қойдыңыз ба? Әлде ащы тамақ дайындап жатырғанда қызыл бұрыш қолыңызды күйдіріп жіберді ме? Уайымдамаңыз, оны қойдырудың жолдары бар. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Егер қолыңыз қызып ауырса, мен айтатын әдістер арқылы жағымсыз әсерді кетіруге болады. Бірден бірнешеуін жасауға да болады. Біріншісі, қолыңызды сұйық сабынмен жуыңыз. Сұйық сабын бұрыштың құрамындағы капсаицинді жақсырақ ерітеді. Қолыңызды бірнеше минут ащы алкогольді сусында ұстаңыз. Сыра көмектеспейді, бірақ спиртті, лосьон немесе тоникті пайдалануға болады. Үшіншісі, қолыңызды тіс пастасын жағып, ауырғаны кеткенше жүре тұрыңыз. Төртіншісі, қолыңызға қияр бөлігін басуға болады. Бұл әдіс ащыны көп жейтін елдерде жиі қолданады. Бесіншісі, май, глицерин, түнгі крем немесе басқа да кез келген майлы құрал жағыңыз. Ас содасы мен суды араластырып, қою қоспаны теріге жағып, толықтай кепкенше күтіңіз. Бұл жағымсыздықты кетіргенше оның алдын алған оңай. Ащы қызыл бұрышты тамаққа қолданарда қолыңызда қолғап киіп алғаныңыз дұрыс. Тіпті қол астында қолғап болмаса да аспаздық пакет киіп алыңыз. Егер аузыңызды қыздырып ауыратын болса, аузыңыздың күйдіруін сумен басуға тырыспаңыз. Ол керісінше одан сайын қыздырады екен. Кофе, чай немесе газдалған сусында көмектеспейді. Ең дұрысы салқын сүт ішіңіз. Оның құрамында капсаицинді ерітетін май мен ақуыз бар екен. Бірақ алдымен сүтпен аузыңызды шайыңыз, содан кейін ғана ішкеніңіз дұрыс. Сүтті бірден ішіп жіберсеңіз, ол ішіңізді де қыздырады. Үшіншісі, егер қол астында сүт болмайтын болса, оның орнына айран, қаймақ немесе йогурт ішуге болады екен. Ауыздағы ащылықты кетіруге балмұздақта көмектеседі. Төртіншісі, егер үйде ешқандай сүтті өнім болмайтын болса, тіліңізге кез келген майды жағыңыз. Егер бұрыш көзіңізге тиген жағдайда не болады? Бұл жағдайда көзіңізді сүтпен шаю керек. Содан соң көзіңізге сүтке малынған мақтаны басыңыз. Егер көзіңіздің ауырғаны кетпесе, міндетті түрде көз дәрігеріне қаралғаныңыз абзал. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Деніміз сау болсын.